оразады да мойнынан түсіреді екен. Алла тағала денсаулығың жетпесе оразада ұстауға болмайды. Тиісті емессің, міндетті емессің, денсаулығың жетпесе укол аласыз, система аласыз, асқазаныңыз ауырады. Оразада мойныңыздан түседі екен. Құрметті бауырлар, енді намаз мойнынан түспейді екен. Ал намазға келетін болсақ, Алла тағала намазды тұрып оқыңдар, тұрып оқи алмайсың ба, отырып оқыңдар дейді. Отырып оқи алмайсың ба, жатып оқыңдар дейді. Сумен дәрет ала алмайсың ба, топырақпен дәрет ал дейді. Сондықтан құрметті бауырлар, құрметті жамағат, қияметте ең бірінші сұралатын нәрсе ол намаз екен. Сондықтан біз намазға немқұрайлы қарамайық. Намаз бір оқығым келсе оқимын, оқығым келмесе оқымаймын деген болмайды. Ол Алланың парызы. Ертең содан сұраламыз. Айтады ол жәннаттың кілті дейді. Намаз ол жәннаттың кілті дейді. Дәрет намаздың кілті болса, намаз жәннаттың кілті дейді. Сондықтан біз осы мұсылман болып жүргенімізге Аллаға шүкір ету керекпіз. Қаншама адам жаңа біз әңгіме етіп отырық, орыстар қалай кетеді, ропта кетеді, костюммен кетеді, дұрыс жуындырмайды деп айтып отырық орыстар. Біз мұсылманбыз, бізді жуындырады, бізді парыз алдырады. Парыз, 4 парыз бар дәретте. Соны жуындырғанда 4 парызын алдырып барып жуындырамыз. Кебінге орап жер қойнына тапсырамыз Аллаға. Сондықтан біз немқұрайлы қарамайық, бұл дүнияда жүрген ішем, жейм, кетем деген. Ол олай емес. Бәрінен сұрау бар, бәрінен сұрау бар. Айтып тұр ғой, шаң тозаңдай жақсы істесең, соны көресің. Шаң тозаңдай жаман істесең, оны көресің. Алла тағала Құранда айтады, мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық үшін жараттым дейді. Бізде құлшылық жоқ қой, шыны керек. Телефонға уақыт табамыз, телевизорға уақыт табамыз, мал шаруаға уақыт табамыз. Бірақ именно Аллаға 1 сағат уақыт таппаймын екен. Өкінішті. Өкінішке орай, Фейсбукта отырамыз 2-3 сағаттап. Бірақ намаз оқымайсың ба, қол тимейді ғой дейді. Жұмаға бармайсың ба, жоқ, қол тимейді мен деген. Мен жерім ауырады, мен жерім ауырады дейді. Кешке қарасаң, кешке тойға кетіп барады сол кісі. Ол қандай мұсылман? Сондықтан бір-бірімізге өз-өзімізге сұрақ қойып, мен Алла үшін не істеп жатырмын? Алла маған бәрін беріп жатыр. Семья беріп жатыр, бала беріп жатыр, жейтін ішетін тамағым бар, істеп жатқан жұмысым бар, Аллаға шүкір, тұрып жатқан үйім бар. Төсек тартып жатқан жоқпын. Қол аяғым істеп тұр, тілім сайрап тұр. Сол кезде істеу керек қой құлшылықты, құрметті бауырлар. Біздер айтамыз, әр жағын өздеріңіз қарайсыздар, біз мойнымыздан түсіреміз. Бірақ біздің жанымыз ашиды, айналамызда жүрген адамдарға, бауырларымызға, апаларымызға, әжелерімізге. Бос әңгіме көп, шыны керек. Бірақ намаз оқысаң, оқи алмаймын, тілім келмейді дейді. Қалай тілі келмейді? Тілдің бәрі бір ғой, арапта да бір, өзбектің тілі де бір, бәрі тілі ғой, бәрі жаратылысы. Адам алейхиссаламнан келтіріп қой, біз адамбыз ғой, бәрімізде. Сондықтан құрметті жамағат, құрметті бауырлар, қолымыздан келгенше намаз оқу керекпіз. Оқу міндет. Ертең бірінші сұралатын намаз екен. Ол қияметте бір адамды алып келеді дейді, мен мешіт салдым, медресе салдым, жол салдым, мектеп салдым деп мақтанады дейді адам. Сонда Алла тағала айтатын еді, ей, тұра тұршы, сен намазың қайда деп айтады. Сол сияқты Алланың алдына барғанда қарауыт болып қалмайық, намаз оқиық қолымыздан келгенше. Мешітке барайық, жұмаға барайық, сауатымызды ашайық. Дәрет алып білеміз ба? Өз-өзімізге сұрақ қойып, мен дәрет алып білемін осы намаз алып. Өз-өзімізге сұрақ қойып, Алланың кәләмін білемін ба? Мен бір ықылас жаттадым ба? Өмірінде мен 40-50 жас беріп жатыр, мен ықылас Фатиха сүресін мен білемін ба? Алла тағала нағыл деп жатыр екен, мына Фатиханың ішінде. Ықыласты нағыл деп жатыр екен, ықыластың ішінде. Құран ол тірі адамға түсірілген ғой, тірі адам. Ақыл бар адамдарға Құран түсірген. Сол Құран оқып, қазақшасы да бар, орысшасы да бар, арабшасы да бар. Қандай қалайсыз сондай? Ол Союз кезінде болған жоқ, енді Союз кезінде үзір болатын бар Союз кезіндегі адамдарға. Бірақ қазір Құдайға шүкір мешіттер ашық, Құран бар, қазақшасы керек па, орысшасы керек па, арабшасы керек па, өзбекшесі керек па. Сондықтан құрметті жамағат, осы дүнияда жүргенде біз Аллаға құлшылық жасамасақ, ертең қияметте қиын болады. Айтады ол ғұламалар, бұл дүнияда амал бар да есеп жоқ дейді, арғы дүнияда амал жоқ, бірақ есеп бар дейді. Осы не істеп жатыр, соның бәрін есеп береміз. Сондықтан бүгінгі істеліп жатқан іс-шараларымыз, Алюш апаның жатқан жері жайлы болсын, иман серік болсын, апамызды жақсы білеміз, Шақат ағаны жақсы білеміз. Өте жақсы, өте керемет, мейірімді жақсы адамдар еді. Енді Алланың ұйғырымы солай болған шығар. Дүниеден өтіп кетіп жатыр. Жаңа айтылғандай, бәріміз де бір дүнияда адам баласы вечный емес, бір күн болмаса кетеді. Әжеміз айтты, важный негізі сол намаз оқу важный. Қалған ол жайлап келеді. Алла тағала келдіріп жатыр ғой. Сондықтан енді қалғанда ұрпақтарына, бауырларына